Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1-ші сыныптың 24-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы фигуралар, нүкте, сызықтар. Балалар, мына суретке назар аударыңдар. Бірінші суретте бізде карандашпен нүктелер қойылған. Демек, бұны біз нүктелер деп атаймыз. Келесі екінші суретке назар аударыңдар. Бұл жерде карандашпен түзу сызық сызылған. Демек, бұны біз түзу сызық деп атаймыз. Келесі төмендегі суретке назар аударыңдар. Бізде қисық сызықтар деп берілген екен. Қисық сызықтардың өзі екіге бөлінеді. Тұйықталған және тұйықталмаған болып. Тұйықталғанды қарандаш бірінші суретке. Карандашпен қисық сызық сызылған және оның екі басы біріктірілген, е? Бұны біз тұйықталған дейміз. Екінші суретке бізде тұйықталмаған қисық сызық. Демек, оның басы менен сызықтың аяғы бірікпеген. Бұны біз тұйықталмаған қисық сызықтар деп атаймыз. Енді төмендегі суретке назар аударыңдар, бізде сынық сызықтар дейді. Бұны да бізде екіге бөлінеді. Бұл да тұйықталған және тұйықталмаған. Бұл да қисық сызықтарға ұқсайды, бірақ бұл жерде сынық дейді, өйткені бұл жерде бұрыштар бар екен, қарасаңдар. Яғни бұл сынық сызықтың басы мен соңы біріксе, бұны тұйықталған сынық сызық дейміз. Ал егерде бірікпесе, оны тұйықталмаған сынық сызық деп атаймыз. Бірінші тапсырма: қағаз бен қарындаш ал, әртүрлі сызықтар жүргіз, оларды ата. Енді балалар, сендер нүктелер, түзу сызықтар, қисық сызықтар және сынық сызықтарды білесіңдер. Қисық сызық пен сынық сызықтың екі түрі бар екенін де білесіңдер. Тұйықталған және тұйықталмаған деген. Осыларды білу арқылы сендер өздерің үйде отырып, қағаз бен қарындаштарменен жұмыс жасайсыңдар. Яғни өздерің әртүрлі сызықтар жүргізіп, оларды атайсыңдар. Келесі екінші тапсырма: суретте көрсетілгендей тор көз парақтың бетіне нүктелер қой. Оларды сызып қос. Қандай фигуралар шықты? Енді балалар, осы төркөз парақтың бетіне нүктелер қойып, оларды сызып қосайық. Бізде қандай фигуралар шыққан екен? Балалар, біз төркөз парақтың бетіндегі нүктелерді сызып қостық. Сонда бізде бірінші суретте шаршы шықты, бұл төртбұрыштың бір түрі. Екінші суретте бізде үшбұрыш шықты. Балалар, келесі үшінші тапсырма: фигуралар қораптарға қандай белгілері бойынша орналастырылған? Бізге балалар екі қорап берілген екен. Үстіңгі бірінші қораптан бастайық. Бірінші қораптың ішінде бізде түрлі түсті, яғни көк, қызыл, сары, үшбұрышты фигуралар тұр екен. Демек, бізде бірінші қорапта үшбұрышты фигуралар салынған. Ал енді балалар, төмендегі екінші қорапқа назар аударайық. Бізде барлығы көк түсті фигуралар ішіне салынған екен. Яғни бұл жерде біз шеңбер және шаршыны көріп тұрмыз, Демек, екінші қорапта бізде шеңбер және шаршылар орналастырылған екен. Балалар, бізде соңғы төртінші тапсырма: тиісті фигураны тап. Енді балалар, бірінші суретке назар аударыңдар. Көлденеңнен қарайық, бірінші суретте бізде көк шеңбер тұр, жасыл үшбұрыш, қызыл шаршы тұр. Одан төменірек бізде қызыл үшбұрыш, көк шаршы, жасыл шеңбер тұр. Соңғы үшінші қатарда бізде балалар жасыл шаршы, қызыл шеңбер және үшінші фигура қандай екен балалар? Кәнекей, бірге табайық. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бізде көк үшбұрыш жетіспейді екен. Ал енді балалар, екінші суретке назар аударыңдар. Бұл жерде де бізде бір фигура жетіспейді екен, Оны біз табуымыз керекпіз. Енді бұл суретте біз барлығын тігінен қарап шығамыз. Бірінші қатарда бізде тігінен көк шаршы, төменде жасыл шаршы және үшінші қатарда қызыл шаршы тұр. Енді балалар, тігінен екінші қатарға назар аударыңдар. Бізде бірінші жасыл шеңбер тұр, екіншісі белгісіз және үшінші қатарда бізде тігінен көк шеңбер тұр. Енді тігінен үшінші қатарды қарайық. Бізде түрлі түсті үшбұрышта тұр, Бірінші қызыл үшбұрыш, екінші көк үшбұрыш, үшінші жасыл үшбұрыш. Енді тігінен ортадағы қатарды қарасақ, бізде шеңберлер қатарында, бізде ортасында белгісіз. Соны біз табуымыз керек. Бізде қандай фигура екен? Енді балалар, кәнекей, бірге табайықшы. Балалар,
Бұл фигураны табу үшін енді міндетті түрде мынаған назар аударыңдар. Бірінші тігінен барлығын қарап шығамыз, иә? Тігінен бірінші қатарда бізде барлығы шаршылар орналасқан екен. Яғни түрлі түсті көк, жасыл, қызыл шаршылар орналасқан. Үшінші қатарды қарайық. Бізде барлығы үшбұрыштар орналасқан, иә, түрлі түсті. Қызыл, көк, жасыл үшбұрыштар орналасқан. Демек, екінші қатарда бізде барлығы қандай кәнеке? Дұрыс айтасыңдар, шеңберлер орналасқан екен. Қандай түсті шеңбер керек бұл жерге? Бізде жасыл бар, көк бар. Дұрыс айтасыңдар, енді бізге қызыл түсті шеңбер керек екен. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.